Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Кеше мен бір қызық подкаст естідім де, ол жерде салауат туралы көп қызықты ақпараттар айтылды. Бізде күнделікті бір ұстаздардың айтқанында, жаңағы интернет желісінде көп тыңдаймыз ғой. Салауатты айтқан кезде жаңағы бүкіл жанымыздың ауыртпалығын алып тастайды деген сияқты, жүрегімізге тыныштық салып қояды деген сияқты. Одан да бөлек негізі неше түрлі сырлары да бар екен да. Сол кезде айтады, өте бір қызық нәрсе да, ол жалпы біз осы айналамызда неше түрлі нәрселер өмір сүріп жатады екен. Жаратылыстар деп айтайықшы енді. Соларды біз көрмейді екенбіз, біз көрсетпеу үшін біздің арамызға перде қойып қойған екен де, Аллах тағала әдейіге солай бізге біз ол нәрсені көруге біздің неміз сай емес болмағаннан кейін. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қараңыздар, біз мысалы бір салауат айтамыз ғой, Аллахумма солли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад деп. Сол кезде біздің аузымызға сілекей жиналады ғой, сілекей. Сол сілекей нұрға айналады екен да. Әр салауат айтқан сайын біздің сілекейіміз нұрға айналады екен. И сол сілекейді біздің ішімізге жұтқан кезде бүкіл жанымыз, ішіміздегі бүкіл құрылысымыз, даже мына түктерімізге дейін нұрға айналады екен. Қараңыздаршы, қандай ғажайып нәрсе, қандай бір керемет нәрсе да, Аллах тағаланың соншалықты бізге деген мейірімділігі. Енді негізінде айтады ғой, хадисте де келтірілген, Құранда да айтылғанда, салауат айтыңдар деп Аллах тағала бізге бұйырды ғой. Салауат айтыңдар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жаңағы салауат айтып тұрыңдар деп үнемі. Мынаны қараңыздаршы енді, кейбір адамдар мысалы, кейбіріміз бармыз ғой, намаз оқып жүріп, салауат айтпай қаламыз ғой. Салауат айтпайтындарымыз да бар, ондай да болуы мүмкін. Сонда Аллахтың бізге деген соншалықты рахымдылығы, біз намаз оқығанда әттахият оқимыз ғой, содан кейін бізде салауат тұрады ғой, білесіздер ма? Салауат айтқызып қояды екен. Қараңыздаршы, біз 5 уақыт намаз оқимыз, сонда 5 уақыт намаздың ішінде 2 жаңағы салауат айтқанмен тең болады екенбіз да. Сонда бұл өмірде дейді, бірде-бір пендесін салауат айтқызбай қоймайды екенші. Аллах тағаланың бізге деген мейірімділігі соншалықты. Соны айтқым келген. Және де өте көп деген жаңағы сырлары бар екен да. Тағы да айтады, салауатты айтқан кезде сенің ол ықыласыңа, ниетіңе байланысты дейді. Сен салауатты құры санына байланысты айтып жатсаң, онда сенің ниетің мейлі пайғамбарымызға деп айтып жату мүмкін дейді, бірақ санын ойлап кетуіміз мүмкін дейді. Қазір мен осыншама айтамын деген сияқты. Соны айтады да, мүмкін Аллах тағала дейді саған санына қарамай қой дейді, просто шын ықыласпен, мүмкін 10 айт, мүмкін 5 айт, мүмкін 3 айт, бірақ сен шынайы ықыласпен айтатын болсаң, сол 3 салауатты дейді. 3 салауаттың өзін сен айтатын болсаң, шынайы ықыласыңмен, шынайы ниетіңмен, кейбір 100 мәрте, 1000 мәрте, 10 мәрте күніне орындаған айтқан адамнан да артық сауап алатын шығарсың, сен оны білмейсің ғой дейді. Сондықтан қандай нәрсе істесек те айтады ғой, ниеттеріңді түсеңдер, ден қойыңдар, ықылас қойыңдар деген сияқты. Сол үшін де әрбір нәрсені істеген кезде оны түсініп, оған деген махаббатымызды арттырып жасауымыз керек сияқты да. Әрине бұл жерде әрқайсымызға білім керек. Білім болған кезде біз шынымен ешқандай нәрседен қателесе алмаймыз. Не үшін айтады, оқыңдар деді ғой. Осы нәрсенің, айналадағы болып жатқан нәрсенің барлығының тегінен емес болып жатқан барлығын түсіну үшін бізге осы білімдерді беріп қойды. Сол үшін не нәрсе айтып жатсақ та, қарапайым истихфар айтып жатсақ та, салауат айтып жатсақ та, зікірлер айтып жатсақ та, оны не үшін бізге айтқызып жатыр, оның мағынасы қандай деген сияқты әрбір нәрсеге зейін қоюымыз керек сияқты. Сол үшін әрқайсымызда Аллах тағала сондай бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббатпен айтқызып қоюын сұраймыз. Әрбір айтылған салауатымыз сондай бір махаббатпен айтылған болсын деп әрқайсымызға тілеймін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды барлығымыз түсімізде көрейік, Алла қаласа. Сол үшін де әрқайсыңызға салауатты шынайы ықыласпен айтуларыңызды тілеймін.